Сәлем балақай, өзіңмен бірге Ләззат апайың. Бүгін біз сенімен үй құстарымен танысамыз. Не себептен үй құстары деп аталады, соны білесің бе? Өйткені бұны адамдар өз қолдарымен асырап күтеді екен, және олардан керекті адамға азық түлікті алады екен. Міне, құстардың суретін көріп отырсың, иә? Кәне олармен жеке-жеке танысайық. Қораз, иә? Тауықтар, тауық балапаны, қаз балапаны, үндік балапаны, үйрек балапандары. Міне осылардың барлығы үй құстары деп аталады екен. Ал енді балақай, мына суретке назар аудара ғой. Сурет бойынша әңгіме құрап айтып бер дедім. Кәне, бірге әңгіме құрайық. Суретте ең бірінші кімді көріп тұрсың? Дұрыс айтасың. Атай. Атай қай жерде тұрады екен? Я, ауылда. Ауылда оның құстарды ұстайтын несі бар екен? Дұрыс, құстарды асырайтын арнайы үйшіктері бар екен. Ол үйшікте әртүрлі құстар тұрады екен. Құстардың мына ыдыстарды көріп тұрған, сол ыдыстардан тамақ ішеді екен. Оған атай күтім жасап, тамақтарын салып, суын құйып тұрады екен. Мына отырған әтеш, тауық, қаз және балапандар. Астындағы суретте үйрек балапаны, үйректер, оларды суға қарай бағыттап тұр. Қалай ойлайсың? Олар қай жерде нені жақсы көреді екен? Олар суды жақсы көреді екен. Олар сусыз өмір сүре алмайды екен. Қаздар және үйректер үнемі суда шомылғанды жақсы көреді. Жаз мезгілінде, әрине. Содан кейін тауықтар, тауық балапандары, олардан кейін құрт-құмырсқалар мен дәнді дақылдардың суреті көрсетілген. Олар не үшін көрсетілген деп ойлайсың? Әрине, олардың тамағы. Құстар жерді шоқи жүріп тұмсықтарымен өздеріне керекті құрт-құмырсқаларды теріп жеп, адамдарға көмегін тигізеді екен. Зиянды керек емес жәндіктерді жеп қояды екен. Міне, өзің байқағандай, құстардың барлығының денесі қауырсыннан, мамықтан тұрады екен. Олар ұшуға бейімделмеген. Және де олардың екі аяқтары, қатты тұмсықтары болады екен. Сол тұмсықтары арқылы олар жерден керегін теріп жейді екен. Жарайсың балақай. Осылай әңгіме құрап, сұрақтарға жауап беріп, маған айтып берсең болады. Ал енді балақай, келесі тапсырма, суреттің орнына сөздерді жазып, сөйлемді толықтыр. Кәне, бірге айтайық. Мынау үй. Дұрыс, құстары. Оларды кімдер асырайды? Адамдар асырайды. Құстардан адамдар. Дұрыс таптың. Жұмыртқа, құс етін, мамық алады. Жұмыртқаны біз жейміз, өте пайдалы, жақсы көреміз. Тауықтың етін де жеп тұрған пайдалы. Сол үшін біз оларды асырайды екенбіз. Ал тауықтың мамығынан басымызға жастайтын жұмсақ жастықтарды жасайды екен. Кей жерлерде олардан мамық көрпе де жасап жатады. Жарайсың балақай. Ал енді нүктелі сызықтарды қосып шық дейді. Біз егерде жазуымыз дұрыс болмаса, осы нүктелі сызықтарды қосып дағдылана берсек, жазуымыз әдемі болады екен. Кәне, тауықтарға көмектесіп, әртүрлі сызықтармен жүріп отырып, сызықтарды әдемілеп қосайық. Келесі тапсырма,
құстардың көлеңкесін тап дейді. Әтеш, оны кей жерде қораз деп айтады. Қаз, үйрек және тауық. Байқағандай, осылардың көлеңкесін тауып алды деп ойлаймын. Міне балақай, сен де осылай оп-оңай көлеңкесін тауып отырсың деген ойдамын. Жарайсың балақай. Ал енді балақай, мына суреттегі қыздың аты Айгүл екен. Айгүл атасы мен апасына қаладан қонаққа келді. Енді атасы мен апасы оған: ауладағы үйректерді санап берші, Айгүл. Санын біліп бізге айтшы, әрқайсының санын жеке-жеке айт дейді. Қаздыкін бөлек, үндіктікін, үйрек балапанын және әтешті, балапанды, тауықты санап жеке-жеке айта ғой дейді. Кәне сен де санап, олардың санын жазып, Айгүлге көмектесіп жібер. Жарайсың балақай, сен дұрыс санады деген ойдамын. Ал балақай, біз есеп шығарғанды өте жақсы көреміз, иә? Сол себепте мен саған бірнеше сұрақтар қойып отырмын. Сол сұрақтарға жауап берсең, есепті шығарып тастайсың оп-оңай. Кәне, суретте неше тауық балапаны бар, санай қойшы. Неше әтеш және неше тауық бар. Әтеш, тауық балапандармен қосқанда барлығы нешеу екен? Ал бір үйрек, 2 үндік, 5 үйрек балапанын және 3 қаз балапанын қосқанда барлығы нешеу болады екен? Сонымен суретте барлығы неше құс бар екен, бәрін санап, жауабыңды маған жазып жібер балақай. Жарайсың балақай, сен есепті жақсы шығара алады деген ойдамын. Мен күтемін. Балақай, әр тауықтың түсіне қарай жұмыртқасын анықтайықшы. Көріп отырғандай, суретте әртүрлі тауықтар бар екен, иә? Осы тауықтың жұмыртқасы да әртүрлі түсті екен. Солардың барлығының түстерін анықтап, маған жазып жібер. Сен оларды табасың деген ойдамын. Ал балақай, мына суретке назар аударшы. Әр құстың балапанымен қос дейді. Кәне, қосып көрейік. Бірінші тауық пен әтештің балапаны қалай аталады? Балапан, дұрыс. Келесі қаздікі қаз балапаны деп аталады. Жарайсың. Үйрек балапаны және үндіктің балапаны. Міне балақай, сен тура осылай тапты деген ойдамын. Әр құс өзінің балапандарымен бірге екен. Жарайсың балақай. Ал балақай, саған мен үй тапсырмасын берейін. Үйге мына әртүрлі түстерді пайдалана отырып, сендегі бар қарындаштарды, болмаса су бояқтарды, сен немен бояғанды ұнатасың, соны сол түстерді пайдалана отырып, мына әтешті, болмаса өзің қораз дейсің бе, бояп, маған суретін салып жібер. Міне балақай, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсене қатысқаныңа рахмет саған. Келесі сабақта жолыққанша сау бол.